Экологиялық сукцессия бұл белгілі бір уақыт кезеңі ішінде қауымдастық құрамында болатын өзгерістер тізбегі. Экологиялық сукцессияның екі негізгі түрі бар: біріншілік сукцессия және екіншілік сукцессия. Енді осы сукцессиялардың қалай жүретініне тоқталайық. Біріншілік сукцессия бұрын-соңды топырағы да, ағзалары да болмаған жансыз аумақтарды игеруден басталады. Мұндай аумақтың мысал ретінде жанартау атқылауынан кейін суыған лавамен жабылған жерді айтуға болады. Жансыз аумаққа бірінші болып қоныстанатын түрлер көбінесе қыналар болып табылады. Өйткені қыналар қолайсыз, құрғақ жағдайларда өсуге қабілетті. Олар пионерлік қауымдастықты құрайды. Бастапқыда қыналардың споралары жалаң жартастарға желмен ұшып келеді. Қыналар өскен сайын органикалық заттар жинақталып, жартастар ұсақ бөлшектерге ыдырайды. Осылайша топырақ түзіле бастайды. Содан кейін мүктер, папоротниктер мен шөптесін өсімдіктер өсе бастайды. Олар жартастардың басым түрлеріне айналады. Олар шөп қоректі жануарларды азықпен және баспанамен қамтамасыз етеді. Өліп шіріген өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары топырақты одан әрі құнарлататын гумусты түзеді. Топырақ қабаты бұталардың өсуіне жеткілікті деңгейде қалыңдайды. Бұталар шөп пен папоротниктерден биік өсіп, басым түрлерге айналады. Мұнда азық пен пана болатын жерлер көбейгендіктен, бұл ортаға көбірек жануарлар келе бастайды. Соңында топырақ қоректік заттарға бай болғаны соншалық, ол ағаштардың өсуіне жағдай жасайды. Ағаштар бұталардан биік өсіп, басым түрлерге айналады. Тіршілік ортасы орманға айналып, бұл жер тіпті көп жануарларды өзіне тартады. Осылайша климакстық қауымдастыққа қол жеткізіледі. Екіншілік сукцессия бұрын тіршілік болған, бірақ қазір жансыз болып қалған аумақтарда жүреді. Мұндай аумаққа мысал ретінде өрттен кейінгі орманды жатқызуға болады. Екіншілік сукцессияның кезеңдері біріншілік сукцессияға ұқсас. Тек мұнда топырақ қабаты бұрыннан бар болғандықтан қыналардан тұратын пионерлік қауымдастықтың қажеті жоқ. Сонымен қатар, екіншілік сукцессия әдетте біріншілік сукцессияға қарағанда жылдамырақ дамиды. Бұл топырақта өсімдіктердің тұқымдары, тамырлары мен жерасты вегетативті мүшелері сақталып қалуына байланысты. Жағдай қолайлы болған бойда олар тез өсіп, жаңа өсімдіктерге айнала алады.